Кешірім сұраймыз, техникалық ақаулықтар болып қалғанына жалғастыра беріңіз. Иә, халықаралық қазақ түрік университетін бітіргеннен кейін 20-22 жылдары магистратураны Шахмардан Есенов атындағы университетте бітірдім. Енді тақырыпқа қарай ойысатын болсақ, әуелі ғылыми жобаны қалай жазу керек, ол қандай кезеңдерден тұрады, сол туралы шағын ақпарат бере кетейін. Енді әріптестеріміз білетін болар бұл туралы. Дегенмен біз баста мән бермейтін дүниелер бар. Ең бірінші біз зерттеу жобалар кезеңін 3 кезеңге бөліп алып қарастырамыз. Ең бірінші ғылыми жоба жазатын оқушы мен зерттеуші, яғни ғылыми жетекшісінің арасында бір байланыс болу керек. Екеуі бір-бірін тапқаннан кейін олар ортақ тақырыпты таңдайды. Яғни қандай бағытты алды? Этнолингвистика бағытын алды ма, қазақ тілі мен қазақ әдебиетін алды ма, математиканы алды ма? Яғни қандай бағытты алды, сол бағытқа байланысты ортақ тақырыптарын таңдап алулары қажет. Сондай-ақ ғылыми жоба барысында күнделік жазу қажет. Көптеген ғылыми жоба жазу кезінде әріптестеріміз жіберетін қателік осы ең соңына естіліп тұр ма? Күнделікті ең соңынға орынға асырып қойғаннан кейін онда нәтиже болмай қалады. Оқушы бұрын жасаған жұмыстарын шала-шарпы орындап береді. Болмаса ғылыми жетекші күнделікке не жазу қажеттігін білмей қалады деген сықылды. Сондықтан күнделік жазу процесін бастан аяқ жүргізіп отырғанымыз дұрыс. Ғылыми жоба жазылып болғаннан кейін қорғауға дайындық жүргізіледі. Яғни алдын ала ғылыми жетекші басқа өздерінің әріптестеріне көрсету керек. Оқушы қалай қорғап тұр, қай жері піспей қалды, қай жерін пісіру керек ғылыми жобаның деген сықылды. Осы үшеуіне басты назар беру керек. Енді әрі қарай талдап көрейік. Әуелі ғылыми жобаны алу үшін жетекшінің дайындығы мықты болу керек бізде бірінші. Көптеген жетекшілер ғылыми жобаны қалай жазу қажеттігін білмейді. Оның қандай сипаттамалары бар, жалпы ғылыми жоба деген не? Сол сөзді әуелі жетекшінің өзі түсінуі керек. Жоба жетекшісі білім алушының ықыласы мен қызығушылығын оята білу керек. Екеуі ортақ бір тақырыпты алды, оның жоба қорғайтын оқушы, білім алушы ол тақырыпқа қызығушылығы болмаса, оны ұнатпаса, тек қана жетекшінің айдауымен жүрген болса, онда нәтиже болмайды. Сондықтан жетекші барынша оның қызығушылығын оята білу керек. Қызығушылығын қалай оятады? Әуелі берілген тақырыптың не екендігін, қандай маңызы бар екендігін түсіндіру керек. Мен де оқушы болған уақытта түрлі ғылыми жобалар сайысына қатыстым. Сол кезде жалпы ғылыми жобаның не екендігін жалпы өзім аса қатты түсінген жоқпын. Бірақ кейін келе оқушыларға соңғы 2 жылдың жобасында осы ғылыми жобамен айналысып бастағаныма, әртүрлі санаттағы оқушылар ғой, олардың қызығушылығын оята білуіміз керек. Белгілі бір тақырып алғаннан кейін, ол тақырыптың байланысты әртүрлі адамдармен сұхбаттасуға болады деген сықылды. Сол тақырыпқа байланысты ең қызықты оқушының қызығушылығын оятатын дүниелерді көрсеткеніміз абзалырақ. Ғылыми жобаның тақырыбы жаттанды болмаған дұрыс. Бізде көбі деген жаттанды тақырыптарды алып алады, сөйтеді аудандық кезеңнен өтпей қалып жататын жайлары бар. Абай Құнанбаевтың өлеңдеріндегі табиғат құбылыстарын сипатталуы деген тақырыпты алатын болсаң, Абай Құнанбаев әлдеқашан зерттеліп қойды. Қаншама Абай танушылар шықты деген сияқты. Сондықтан мейлінше тақырыпты таңдайтын кезде осы жағына мән бергеніміз дұрыс, және тақырыпты дұрыстап қойғанымыз дұрыс. Тақырып деген мағыналы нақты болу керектігін айтып отырмыз. Яғни қысқада нұсқа, бірақ адамдарды елең еткізетін тақырып болғаны дұрыс. Марат Амандықұлы тағы да бізге қосылып отырған жазушыларға айтып өтейік. Бүгін бізде қонақта Марат Амандықұлы. Біз бүгін оқушыларды ғылыми жобаға баулудың қадамдары туралы сөйлесетін боламыз. Қосылғандарыңызға көп рахмет. Жалғастыра беріңіз. Иә, ғылыми жоба кіріспе бөлімнен тұрады, негізгі бөлімнен тұрады, қорытынды және пайдаланған әдебиеттер, ұсыныстар болады, қосымша болады. Кіріспе бөлімін өзіміз білеміз, стандартқа сай тақырыпқа кіріспе бөледі. Енді ең маңыздысы бұл жерде негізгі бөлім бізде. Негізгі бөлімде не айтылу керек? Негізгі бөлімде біздің алған тақырыбымыз практикалық тұрғыда тәжірибе жүзінде көрсетілу керек. Бір тақырыпты алдық, оны сылдыр сөзбен жазып шығуға болмайды. Оның үшін әртүрлі зерттеушілердің сөздерін қараймыз. Әртүрлі зерттеушілер не деп айтты, және олардың айтқан берген деректерінің барлығын біз жинақтап,
сіздің жинақтауы бар, синтездеуі бар, сараптауы бар, барлығын жасауымыз керек, өзімізге қажетті. Сондай-ақ сол тақырып бойынша өзге де адамдармен сұхбат жүргізгеніміз дұрыс. Қазір жоба барысында ғылыми жобаларды қалай жүзеге асырдық, соны сіздерге көрсететін боламын практикалық тұрғыда. Яғни бұл жерде жалпы теориялық ақпарат. Мысалы, биология пәнінің мұғалімдері экология мәселесі бойынша белгілі бір тақырып алды дейік. Экология мәселесі бойынша тақырып алғаннан кейін енді мысалы менің ауылым Ақшұқар ауылым, Ақшұқар ауылындағы экологиялық мәселені көтеріп жатыр. Ол халықара. Енді сол үшін әуелі қазір деген техникалық дамыған, әртүрлі WhatsApp чаттар бар, ауылдастардың басы қосылған, соларға бір сілтеме жіберуге болады, ауылдастардан сауалнама алу, ауылдың экологиясына байланысты. Болмаса, тал мәселесіне байланысты. Маңғыстау облысында деген орман жоқ па? Тал егуге байланысты сұрақтар қоюға болады Маңғыстау облысының тұрғындарына. Сіздің аулаңызда тал бар ма? Қанша тал бар? Сөйтіп, сол бойынша статистикалық мәліметті оқушы жетекшімен бірлесе отырып шығарады. Бұл негізгі бөлімде осындай ақпараттарды жазатын болсақ, мейлінше зерттеу тереңірек болатын болса, ол жүлдеге ілігу жағынан да, екінші жағынан алдағы уақытта үлкен жобаға, әлеуметтік жобаға айналдыруға да болады. Негізгі бөлімнің жалпы рәсімделу, ондай дүниелерге тоқтамай-ақ қояйын, жалпы адамдар білу керек. Енді біз тақырыпты алғаннан кейін оның қандай да бір ғылыми жаңалығы болу керек. Бізде көптеген әріптестеріміз тақырыпты алады, зерттеп болады, ең соңында жаңалық аша алмай қалады. Қандай жаңалық ашам, қандай ұсыныс білдірем деген сияқты. Жалпы жоба жазу барысында өздеріне неден соны жалпы ғылыми жобаның қысқаша жазылу реттілігі осындай. Қазір енді практикалық жұмысты көрсетеді. Рахмет, Мұрат Амандықұлы. Енді келесі сұрағым, жалпы оқушылардың қорғаған жобасы өзге оқушылардың жобасынан үздік болу үшін неге мән беру керек? Қазір мен сіздерге бір 3 жобаны көрсетейін, өзім және менің бір Бейбіт Қабисатов есімді әріптесімнің дайындаған жобасы. Әуелі бізде Мағжан оқулары деген сайыс бар. Қазақ тілі әдебиеті пәні мұғалімдері білу керек. Соның ішінде Мағжан тануға байланысты белгілі бір зерттеу объектісі бар. Мағжанның шығармашылығын зерттеу керек. Осыған дейін қаншама Мағжан танушылар шықты, Мағжан Жұмабаевты танымайтын адам жоқ, барлығы зерттеді. Біз енді Мағжан Жұмабаевтың ұлттық педагогикаға қосқан үлесі деген тақырыпты алдым. Мен өзімнің оқушыммен бірге екеуміз ақылдастық. Енді Мағжан Жұмабаевтың педагогика деген еңбегі бар. Сол педагогика еңбегін оқып шықтық та, қазіргі таңда сол кітапта қамтылмай жатқан нелер бар біздің мектепте, өзіміз көріп жүрміз, сол проблемаларды анықтап алдық. Сондай-ақ Мағжан Жұмабаевтың педагогика саласына байланысты жазған қосымша еңбектерінде қарадық, бастауышта оқыту әдістемесі деген секілді. Және Мағжан Жұмабаевтың оқу ағартуға байланысты, ағартушылық саласына байланысты, оқу білімге байланысты, оқу білімге шақырған өлеңдерін тауып алдық, және олардың барлығын бұрын деген болатынбыз. Енді бізде мынандай проблемалар бар. Мынандай проблемаға кезіктік, яғни қандай жаңалық көрсетеміз біз осы жобамыз арқылы деп. Сөйтіп отырған уақытта біз ең әуелі Мағжан Жұмабаевтың шығармашылығын, көптеген кітаптарын таба алмадық, шын айтқан уақытта. Ауылдың кітапханаларында жоқ болды. Интернеттен жазатын болсақ, интернетте де өте аз болды. Сондықтан біз оқушымызбен ақылдаса отырып, Мағжан әлемі деген мынандай бір сайт аштық, сіздер көрсетейін. Мағжан әлемі деп жазатын болсаңыздар, бұл сайт шығады. Бұның ішіне біз шығармашылығын, аудармаларын, әңгімелерін, өлеңдерін, ғылыми еңбектерін, аудио форматтағы өлеңдерін, фотоларын, және Мағжан тану саласы бойынша Мағжан туралы естеліктер, Мағжан танушылар, мақалалар, сұхбаттар, электронды кітаптар, осылардың барлығын осы сайттың ішінде топтастырдық. Мінекей өлеңдері тұр. Кез келген адам енді осы сайтқа кіріп, Мағжанға байланысты кез келген кітаптарын таба алады. Біз осы арқылы белгілі бір проблеманы шешіп бердік. Мағжан әлемі деген сайтты аштық, сол арқылы проблеманы шешіп бердік. Енді біздің тақырыбымызға қайтадан Мағжанның ұлттық педагогика ғылымына қосқан үлесі. Осыны зерттей келе біз Мағжанның ұлттық мектебін ашсақ қалай болады деп ойладық та, және сол бойынша біз проектті жасадық дәл осындай. Мінекей бұл Мағжанның мектебінің проектісі, мына жерге бұл
арнайы мектеп және мектептің жоғарғы бөлігінде Мағжан ұлттық мектебі деп жаздық та, ұлт мектебін туғызатын ана ұлт тілі деп жазу қойдық. Бұл Мағжанның бастауышта оқыту әдістемесі жөніндегі оқулығында айтады. Яғни бала бастауышта тек қана ана тілінде білім алу қажет. Ана тілін дұрыс игермеген бала дұрыс білім ала алмайды деген сияқты. Сонда ұлттық бағытта болғаннан кейін біз деген мына жерге қазіргі таңда ерекше білім беруді қажет ететін балалардың мәселесін шешуге байланысты ат спорты бізде кенжелеп қалған, олардың проблемасын шешуге болады. Соған байланысты ат шабар, ат баптау орындарын, сондай-ақ арнайы бақтар әзірледік, сондай-ақ жылыжай мәселесін қойдық, және бұл жерде шығармашылық үйі деп алдық. Сондай-ақ мынау жабық, ашық спорт алаңдары, және бұлардың барлығы күн батареясымен жұмыс жасайды деп осындай жарқыратып, жандырып қойдық. Және мектеп ең бірінші бір ауысымды түрде білім алады дедік. Яғни қазірге көптеген мектеп бізде 2 ауысымды, 3 ауысымды, кабинеттер жетіспеу салдарынан балалар қосымша үйірмелерге қатыса алмайды. Сондықтан Мағжан ұлттық мектебі осындай әр облыста бір Мағжан мектебі болатын болса, ұлттық мектеп ұлттық бағытта ғана білім береді бұл деген. Ішіндегі дизайнда ұлттық бағытта, сондай-ақ шығармашылық үйлері болады. Бізде қазір кенжелеп қалған зергер ісі, киіз басу ісі деген секілді, қамшы өру, ер тоқым жасау, соның барлығы осы оқушыларға үйретілу керек деген осы екі ұстанымды, екі жаңалығымызды апарып көрсеттік. Республикалық деңгейде өткен сайыстан оқушым 2-ші дәрежелі орынмен марапатталды. Сондай-ақ республикалық деңгейінде болды ма ол сайыс? Республикалық деңгейде болатын сайыс, иә. Сондай-ақ бізде туризм бағыты бойынша республикалық тағы да бір сайыс бар. Соның ішінде белгілі бір бағыт ұлттық салт дәстүрлер деген бағыт бар. Сол дәстүрлер бағыты бойынша біз қара қазанның қазақ мәдениетіндегі үрелі деген тақырыпты алдық. Енді қазан деген сөзді алған уақытта кез келген адам ойлауы мүмкін. Қазан деген баяғыдан зерттеліп келе жатқан дүние, жауыр болған тақырып деп ойлауы мүмкін. Бірақ біз белгілі бір деңгейде одан нәтиже көрсетуіміз керек. Яғни белгілі бір жаңалық табуымыз керек. Осы қазан тақырыбын зерттеу барысында біз мынандай бір қызық тәжірибелер жасадық. Соның бірі мынандай тәжірибе. Бізде қазақта қазаныңа тас түсіп кетті ме деген сөз бар, Қазаныңа, яғни тамақ піспей жатса, қазаныңа тас түсіп кетті ме дейді. Енді бұл сөздің шығу тарихы қандай, неге тас деп айтқан, неге басқа зат деп айтпаған. Сөйтсек, ертеде қазақтар енді деген сыртта пеш жағып жүрген уақытта әйел адамдар ана жақта баласы жылап қалады, бота жамырап кетеді деген сияқты. Сол кезде қайнатып жатқан тамағы тасып кетпеу үшін қазанның қасында белгілі бір тас жатады екен. Сол тасы қазанның ішіне салып жіберетін болса, қазан белгілі бір температурамен қайнайды екен. Яғни тас бүкіл ыстықты өзінің бойына жинап алады екен. Бұл физика саласында да дәл осындай бір заңдылық бар екен, Ньютонның ашқан заңдылығы. Яғни қайнап тұрған сұйықтықтың ішіне дөңгелек шарикті, темір шарикті салатын болсақ, онда ол темір шарик қайнап жатқан суды белгілі бір температурасын ғана сақтап қалады, ол буланып ұшып кетпейді, болмаса төгіліп қалмайды. Міне осындай теория жатыр екен. Қазақтың ұлттық санымы осындай физикамен байланысты екен. Қазақ ата-бабаларымыз бәленбай ғасыр бұрын біліп қойған. Осыны біз тәжірибе жүзінде жасап көрсеттік. Сондай-ақ осы тағы да сайт мәселесіне келдік те, осы қазанға байланысты түрлі ертегілер бар ауыз әдебиетінде. Бір қазан сүт деген ертегісі бар, онда бірнеше құс келіп, қазаннан сүт ішіп кетеді. Енді осыны зерттеп қарадық. Яғни бұл жерде қазанның көптік бейнесі көрініп тұр. Осы бір қазаннан сүт ішу арқылы қазанның көптік бейнесі ашылып тұр. Сондай-ақ кинофильмдер мен мультфильмдерде қазан туралы кейбір детальдар бар. Мысалы, Қытай қазақтары түсірген бір фильм бар, Шынайы махаббат деген. Соның ішінде кейіпкерлердің шынайы өмірде болған оқиға, соның ішінде басты кейіпкердің ұлы өздері бала кезден бері тамақ ішіп жүрген қазанын құтқарам деп жүріп, яғни ол құлайын деп тұрған сарайдың астында қалайын деп жатады. Сол кезде соның ішінде алып шығам деп жүріп, өзі тастардың астында бастырылып қайтыс болады. Сонда анасының айтатын сөзі бар: қазақта ошағың құласа, отбасыңда сөнеді деген сөз бар деп. Яғни қазанның қазақ үшін киелігі осында. Сондай-ақ тағы да бір қазанның үлкен ақсақалдардан кеңес алдық, түрлі өзімізден тәжірибелі адамдардан кеңес алып жүрген уақытта қазанның тағы да бір мистикалық бейнесі болар, болмаса физикалық бейнесі ретінде мынандай бар. Ертеде жалпы Маңғыстау облысы Каспий теңізі жақын. Каспий теңізінде түрлі балықшылар шыққан бізден. Сол балықшылар енді кейде суға кетіп қалады, яғни суға батып кетеді,
енді қай жерге батып кеткенін анықтау мақсатында өзінің тамақ ішкен қазанын теңізге жүзгізіп жібереді екен. Сол қазан белгілі бір жерге барып айналып тұрады екен. Тұрған жерге барған уақытта жаңағы суға батып кеткен адамның денесін тауып алатын жағдайлар болған. Енді бұл осыдан бір 20 жыл бұрын 20 жылға бұрынға дейінгі болған оқиғалар. Енді қазір деген олай іздемейді, түрлі құтқарушылар бар. Енді қазанның осы мәселесін біз әртүрлі адамдармен сұхбаттаса отырып, өмірде болған оқиғаларын айта отырып көрсеттік. Сондай-ақ қазанның түрлі қазанда төңкеріп кету деген дүниелері бар, түрлі бейіттердің басында. Неге төңкеріп кетеді ол мәселе? Соны да біз зерттедік. Сосын кейін келе, ол деген ошаға түсінсе, сол әулеттің соңғы адамы әулеттің ұлы қайтыс болса, қазанды төңкеріп кетеді, осы әулеттің ошағы сөнді деген мағынаны білдіреді екен. Осының барлығын оқушымен зерттеп жүрдік те, кейін осы зерттеген дүниелерімізді белгілі бір жерге жинақтайық деп, Қара қазан деген арнайы сайт аштық, және біз ютубтан да арнайы Қара қазан деген арнайы сайт аштық. Оның ішінде ютубқа салған видеоларымыз да бар, мінекей. Ішінде қазанға қатысты жақсылық пен жамандық ертегісі, ұртоқпақ, сондай-ақ оқушыларымның сынып мектептегі оқушылармен жүргізген сұхбаттарында салып қойдық. Сондай-ақ барған уақытта оқушымның қолында дәл осындай арнайы макет болды. Бұл жерде бағыттары барлығы салынып тұрды. Сондай-ақ арнайы QR-кодпен жасақтап қойдық. Қара қазан сайтына кіру үшін осыған көрсетеді, осылай деген секілді. Яғни бұл кез келген жобада жетістікке жету үшін сіздің көрсететін бір дүниеңіз болу керек. Баяғыдай бір слайдпен ғана қорғап шығу болмаса, шағын бір қағаздарға слайдтың шығарып әкеп беру қазыларды қызықтырмай, басқа адамдардан ерекшелену үшін қолымызда сондай дүние болу керек, және сондай ғылыми жаңалықтар да болу керек. Біз енді сондай-ақ осы ұсыныс жасадық, осы қара қазанға байланысты. Бізде деген далада шоқта піскен тамақтың дәмі тәтті деп айтамыз, яғни қазан бізде кастроль болса, үйдегі көгілдір отында піскен тамақ пен сыртта піскен тамақтың қандай айырмашылығы бар, осыны зерттеу туралы ұсыныс бердік. Енді арнайы лабораторияда зерттеу керек. Бұған біздің шамамыз жетпейді. Арнайы тағамтану мамандығының мамандары бар, солар зерттеу керек деп ұсынысымызды білдіріп кеттік. Сондай-ақ тағы бір жоба көрсетейін. Бұны менің әріптесім Қорғап келген жоба. Республикалық деңгейден бұл жоба 3-ші орын алды. Ал жаңа Қара қазанның жобасы да республикалық сайыстан 3-ші орын алған. Бұл біздің Маңғыстауда Үстірт деген аймақ бар. Осы Үстірт аймағын қалай туризмнің орталығына айналдыруға болады деген тақырып бойынша Қорғап қайтты. Бұл Үстірт деген аймаққа оқушысымен бірге барды. Яғни оқушының қызығушылығын көрсету керек. Үстірт деген осындай аймақ, осындай жер деп. Сөйтіп оқушысының мен бірге отырып, осындай макет жасап шықты. Бұл макетте арнайы Үстірт аймағы, мінекей QR-кодпен тұр, барлығы қандай жерлер екені, Көкесем шатқалдары дейді, Қараған босаға дейді, Үстірт қорығы, Қазақстандағы қорықтардың бірі. Осындай жерлердің барлығын макетке салды. Сондай-ақ мына жерге туристерге арналған үйлер, үй-жайлар, түрлі заттарды әкеп қойды. Осы арқылы туризмге байланысты нақты жұмысын сылдыр сөзбен емес, осындай макет көрсету арқылы, сондай-ақ әртүрлі заттар көрсету арқылы апаратын болсақ, біз әлде қайда ұтымды боламыз өзге қатысушылардан, өзге балалардан, өзге адамдардан. Сондықтан біз оқушыға ғылыми жоба берген кезде осындай макет жасай алатын деңгейге дейін апаруымыз керек. Егер өзіміздің қолымыздан жасау келмей жатса, нақты жасайтын адамдарға да өзіңіздің идеяңызды айтсаңыздар, олар жасап береді. Сондықтан осыған біз басты мән бергеніміз абзалырақ деп ойлаймын. Жалпы осылардың арқасында ғана, осындай дүниелерді көрсетудің арқасында, жалпы алғашқы үздік оқырмандардың жалпы ғылыми жобалар байқауында жетістікке жетуге болады. Рахмет, Марат Амандықұлы. Енді келесі сұрағым, енді ғылыми жоба туралы сөйлесіп келе жатырмыз ғой. Ғылыми жоба жазу кезінде академиялық адалдық дегенді қалай түсінесіз өзіңіз? Жалпы осы сұрақ өте қызық сұрақ. Бізде WhatsApp-та түрлі чаттар бар. Республикалық мұғалімдердің чаттары бар деген сияқты. Солардың ішінде түрлі жарнама берушілер болады. Ғылыми жоба жазып беремін, дайын тақырыптар бар дейді. Соларды сатып алыңыздар дейді, белгілі бір мөлшерде. Бұл жерде енді академиялық адалдық қой. Академиялық адалдыққа біз барынша мән беруіміз керек. Қазір шынын айтқан уақытта ғылыми жобаны көбіне мұғалімдер жазып береді, жетекшілер жазып береді, оқушылар ғылыми жобаның қалай жазылу керектігін рәсімделуін білмей жатады. Яғни жалпы айтқан уақытта мұғалімдердің оқушыларының ғылыми жоба сайысы мұғалімдердің жарысы сияқты.
сондай кезде біз академиялық адалдықты барынша сақтауымыз керек. Енді бұл жерде мұғалім бастауыштың оқушысына жазып беру дұрыс. Енді бастауышқа қасында отырып көмектесіп, қате жіберген жерлерін айтып, енді жоғары сыныпқа барған уақытта сатылап олар өздері жазатын деңгейге жету керек. Ал академиялық адалдық дегеніміз жаңағындай ақылы түрде біреудің ғылыми жобаларын сатып алу, түрлі порталдарды білемін мен деген қазіргі таңда мұғалімдер жазып жатады, сізден сатып алған жобамыз деген екінші орын алды, бірінші орын алды, облыстық кезеңге шықтық деген сияқты. Енді бұл жерде бұл басқа адамның еңбегі. Бұл жерде мұғалімнің де еңбегі жоқ, оқушының да еңбегі жоқ, олар ештеңе зерттеген жоқ, белгілі бір мөлшерде бар ақшаға сатып алды. Сондықтан біз деген сауатты ұрпақ құрамыз десек, нағыз ғалым оқушыларды шығарғымыз келсе, бұл академиялық адалдықты сақтағанымыз дұрыс. Әрине, сізбен келісемін. Енді қазір 21-ші ғасыр дейді ғой, 2023 жылда тұрып жатырмыз. Өзіңіз пандемия кезінде YouTube арнасын ашқан болғансыз, мұғалімдерге көмек көрсеткен болғансыз. Енді осындай жағдайларда болып жатады. Осындай жағдайлар жаңағы ғылыми жобаны сату бойынша, сатып алу бойынша. Енді бізді көріп жатқан бүкіл мұғалімдерге, бізді осы эфир сақталатын болады. Бұл сақталған эфирді қараған біздің көрермендерге енді балаларымыз ертең еліміз көркейсін деп бүкіл жасайтын жобаларыңызды өздеріңіз балаларыңызбен бірге отырып, енді көбінесе бала жазу керек та, көмегіңізді көрсетсеңіз керемет болушы еді деп сіздерге жеткізіп отырмыз. Ал енді келесі сұрағым, баланы ғылыми жобаға, өзіңіз енді қалай ойлайсыз, баланы ғылыми жобаға неше жастан бастап қатыстыру қажет? Жалпы бізде ғылыми жоба бастауыш сынып оқушыларына арналған зерде деген сайыс бар, 2-7 сыныптар қателеспесем, зерде сайысы. Осы зерде сайысында оқушыларды 2 сыныптан бастап қатыстыруға болады. Менің ойымша дәл солай, осы 2 сыныптан бастап оқушыларға ғылыми жобаның не екендігін көрсетіп бастауымыз керек. Енді оларға жаңағындай ауыр тақырыптар алмаймыз, туризмді қалай дамытамыз, ана мәселені қалай шешеміз, экологиялық мәселені деген сияқты. Бірақ олар күнделікті өмірде көріп жүрген дүниелерін ұштастыратын тақырыптар алуға болады. Мысалы, асық деген тақырып бар, асықта енді зерттеле жауыр болған тақырып шығар, дей тұрған мен мысал ретінде алайық. Асықты қазақ деген кішкентай, сол 2-ші сыныпқа дейін, яғни 8 жасқа дейін сол асықты ойнатқан. Ал асықты ойнатудың негізгі мәні қандай? Ол деген біздің адам денсаулығына қандай пайдасы бар, өсіп келе жатқан жасөспірімге қандай пайдасы бар. Қазіргі таңда цифрлық аутизм дегендер шықты. Оқушы кішкентай балалардың телефонға тәуелділігі. 4 сағаттан артық телефонда отыратын болса, онда цифрлық аутизмнің белгілері бар деген сөз. Яғни оларда буын ауруларының болуы, арқа сүйектерінің дұрыс еспеуі. Ал жаңағы асық деген ойында алатын болса, оның баланың бүкіл дене қимылы қозғалады, сол арқылы оның денсаулығына аса пайдалы. Болмаса, кішкентай қыздардың бес-тас деген ойыны бар, бес-тас ойынында оқушылар, кішкентай қыздар тасты алып ойнайды. Осы арқылы не жаттығады? Саусақ моторикасы деп айтамыз ғой, біз қазіргі таңда психологияда айтамыз, медицинада айтып жүрміз, саусақ моторикасын дамыту дейміз. Қазіргі таңда ерекше білім беруді қажет ететін оқушылар бар. Олардың дұрыс жетілмей қалуы, дұрыс енді турасын айтқан уақытта, ашығын айтқан уақытта сондай жағдайда туынуында басты себебі осында жатыр. Қазақта санамақты айтады, 1 дегенім білеу, 2 дегенім еге, 3 дегенім үкі, 4 дегенім түкі деп. Баланың санамақты айтудың да негізгі медициналық тұрғыдан алған уақытта саусақтың басындағы тамырларды уқалап, олардың барлығы орталық жүйке жүйесіне жалғанған, сондықтан оның барлығы баланың денсаулығына пайдалы. Сондықтан баланы 2-ші сыныптан бастап алғаныңыз дұрыс. Мен де жоғары сыныптың оқушыларына сабақ берейін, 5-ші сынып пен 11-ші сыныптың оқушыларының арасында сабақ беремін, бірақ бастауыштың ішінен өзіме көзге түскен кейбір оқушыларды осындай ғылыми жобалар сайысына қатыстырып жүрмін. Өткенде бір оқушымды апарып осы зерде сайысына, ол аудандық деңгейден 2-ші орын алған. Яғни қазірге бастауыштан бастап бір оқушыны ұстап алсаңыздар, сіздер жоғары жаққа барған уақытта ол нағыз ғалым болып тұрады. Яғни кез келген тақырып бойынша өз ойын білдіре алатын, өз ойын көрсете алатын тұлға, шәкірт, оқушы болып қалыптасады. Әрине, рахмет. Мына жерде комментарийда түсіп жатқан сұрақтардың бірін оқып жіберейін. Қазақстандық оқушылар гуманитарлық бағыттағы жобаларға ден қояды деген пікірмен қаншалықты келісесіз? Қазір деген ғылыми жобаның бірнеше бағыты бар. Менің де пәнім гуманитарлық пән болды, және гуманитарлық тақырыптарды көбірек аламын. Дегенмен, мен бұл пікір сыңар жақ пікір болар, өйткені физика саласы бойынша да, математика, информатика салалары бойынша, атом электростанция
салалары бойынша да бізде түрлі жобалар көрсетіп жатқан оқушылар бар. Олардың ұсынған жобаларын тіпті біздің мектептің де оқушы кеше халықаралық ғылыми жобалар байқауында екінші орынға иеленді. Қазір бұл жобаны көрсете алмай отырмын сіздерге. Бұл жобаны сипаттамасын айта кетейін. Бұл мүмкіндігі шектеулі жандарға арналған, яғни осы саусақ арқылы мүмкіндігі шектеулі адамдар аша алмауы мүмкін, түрлі аяғы жүрмейді деген секілді. Яғни есіктерді ашу үшін, әртүрлі заттарды ашу үшін осы саусақтарын қимылдату арқылы жобасын апарды. Алақанын бүккен уақытта есік ашылады, алақанын ашқан уақытта жабылады, бір саусағын көрсеткен уақытта жарық жағылады деген осындай жобаны көрсетті. Содан халықаралық сайыстан екінші орын алды. Енді осы мектептегі оқушылардың жұмысына қарап, мен бұл пікірмен ондай келіспеймін. Елімізде жалпы қай сала жақсы, рахмет. Ал енді келесі сұрақ, оқушылардың жалғастыра беріңіз. Иә, айта беріңіз. Келесі сұраққа көшкенде интернет құлап қалды. Естіліп тұр ғой, иә? Естіліп тұр. Онда келесі сұрақ, оқушылардың ғылыми ізденісін арттыратын ғылыми жобалар байқауының саны аз деп ойлайсыз ба? Енді бұл расын айтқанда жалпы ғылыми жобалар байқауының саны аз бізде деген негізінен саналатыны зерде және дарын ғылыми жобалар байқауы. Дауысым естіліп тұр ма? Иә, естіліп тұр. Бізде зерде мен дарын ғана бар. Сондай-ақ кейбір облыстық деңгейде ұйымдастырылатын сайыстар бар ғылыми жоба. Туризм бағыты бойынша қазіргі таңда көптеген сайыс шығып жүр. Және жаңағы Мәшһүр Жүсіп оқулары, Мағжан Жұмабаев оқулары, енді гуманитарлық пәндер бойынша ол сайыстар. Оның ішінде белгілі бір бағыты осы ғылыми жобалар сайысына арналған. Жалпы онлайн сайыстар бар. Қазіргі таңда онлайн сайыстарды мемлекет мойындамай, жалпы онлайн сайыс өткізудің де өзіндік белгілі бір жүйесі қалыптаспаған ғой бізде деген. Кім ақша берді, кім қатысты, соның барлығына орын бере салады, үлестіре салады деген сияқты. Сондықтан менің ойымша мемлекет жалпы оқу ағарту министрлігі ұйымдастыратын ғылыми жобалар сайысы өте аз. Сондықтан біз оқу ағарту министрлігі болсын, дарын болсын, республикалық осындай ғылыми жобалар, оқушылардың ғылыми ізденісін арттыратын, олар тек қана бір сайысқа ғана қатысып тоқтап қалмау керек, басқа да сайысқа өздерінің жобаларын апару керек. Ол келесі жылға дейін сол жобасын жетілдіріп жүру керек. Бір-екі айдан кейін басқа сайыс болса, сол аудандық деңгейде жіберген қателіктерін сол облыстық деңгейге, басқа сайысқа барған уақытта сол қателіктерін жөндеу керек. Бізде деген аудандық деңгейден екінші орын алып қалды, үшінші орын алып қалды, сол күйі жоба сол күні қалады. Тек қана облыстық кезеңде өткен оқушылар ғана қатысады. Келесі жылға дейін күтіп жүреді, болмаса келесі жылы ұмытылып кетіп, ол жобаны басқа оқушы алып кетеді деген сияқты. Жоба нақты түрде жалғасу үшін бізге осыны оқушыларымызға жалпы министрлік мүмкіндіктерді көп беру керек. Рахмет. Мына жерде комментарийда сұрақ түсіп жатыр. Білім алушылардың бойынша ұлттық рух, патриоттық сезім қалыптастыру үшін қандай кеңестер бересіз? Бізде қазір жақсы жобалар бар. Оқуға құштар мектеп жобасы дейді, балалар және театр жобасы және дебат жобалары бар. Мен мектепте жалпы тәрбие жөніндегі орынбасар болып қызмет атқарам. Бізде дәстүрлі түрде әр дүйсенбі сайын мемлекеттік әнұранды айтқызуды жолға қойдық. Бұл да патриотизмнің бір тепілі, яғни қазіргі таңда әлеуметтік желіде әнұран айтқан уақытта орнынан тұрған жоқ, қолын кеудесіне қойған жоқ деген мәселелер бар. Мектептен бастап ең бірінші осы әнұранды қалай айтады, мемлекеттік рәміздерге құрметті осы сынып сағаты барысында түрлі пәндердің мұғалімдері қарапайым, тіпті математика пәнінің мұғалімінің өзі көрсету керек. Біз оқушының бойына патриотизмді, яғни ұлтшылдықты, мемлекетшілдік деген секілді қасиеттерді сіңіру үшін әуелі оларды үйретіп жүрген педагогтердің бойында сондай қасиеттер болу керек. Ол тек қана тарих пәнінің мұғалімдерінің жұмысы, болмаса қазақ тілі пәнінің мұғалімдерінің жұмысы деуге болмайды. Сондықтан біз жаңағы жобаларды да осы бағытта қалыптастырғанымыз дұрыс. Біздің қаншама ақын жазушыларымыз бар, батырларымыз бар, оның барлығын тарихтан ғана айтпай, оқушыларға арнап сол туралы сайыстар ұйымдастыруға болатын. Кез келген пән мұғалімі мектептің ішінде жүзеге асырады. Егер әкімшілікке айтатын болсаңыздар, мектеп директорына айтатын болсаңыздар, олар міндетті түрде сіздерге қолдау көрсетіп ұйымдастыруларыңызға рұқсатын береді. Тіпті қажет болса
оқушылардың одан сайын ынтасын арттыру үшін шағын сыйлықтарға дейін мүмкіндіктерді қарастыруға болады. Енді бұл жерде нақты сұраққа жауап берейік. Ұлттық рух дейді, патриоттық сезім және қалыптастыру мәселесі. Осыларға бірінші деген оқушылардың бойында кітап оқу, яғни қазіргі таңда кітаптың да түрі бар, талғаммен оқу керек кітапты. Осы бойынша да біздер кеңес беруіміз керек оқушыларымызға. Сондай-ақ түрлі дебат жобаларын айтып жатырмыз, иә. Дебат жобасына қатысатын оқушы міндетті түрде кітап оқу керек. Егер сіздің алдыңыздағы оқушы деген жақсы сөйлейтін болса, өз ойын іркілмей айта алатын болса, оның бойында міндетті түрде ұлттық рух бар деген сөз. Қасымның өлеңдерін, Мағжан Жұмабаевтың өлеңдерін мектепшілік деңгейде ұйымдастыруға болады. Мағжан оқулары, Мұқағали оқулары, Ахмет оқулары деп. Жалпы біз айтамыз ғой, ғылымда 4 термин енгізген адамды ғалым деп атауға болады деген. Ал Ахмет Байтұрсынов қазақ тіл біліміне 300-ге жуық термин енгізген, қазақшалаған. Мағжан Жұмабаевтың өзі қаншама терминдерді қазақшалайды. Педагогика деген еңбегін оқып отырғанның өзінде психология деген сөздің өзін жан тілі деп аударуының өзі осында жатыр. Қазақтың жанына қапсатын сөздермен аударған. Осындай ғалымдардың өмірін, осындай біздің жазушыларымыздың, ақын жазушыларымыздың, алаштықтардың өмірін үйрету арқылы да оқушылардың бойына патриоттық сезімде ұялатуға болады деп ойлаймын. Рахмет, Марат Амандықұлы. Жаңа біз эфирімізді бастаған кезде басында сұрақ түскен болған. Марат Амандықұлы қай университетте оқыдыңыз деп, тағы да соны қайталап жіберсеңіз өзіңіз туралы, қай жерде жұмыс істеп жатқаныңызды, қандай университет бітіргеніңізді. Мен 2015 жылы Түпқараған ауданы Ақшұқыр ауылында орналасқан Маршал Әбдіқалықов деген орта мектепті бітіріп, сол жылы Түркістан қаласындағы халықаралық Қожа Ахмет Яссауи атындағы халықаралық қазақ-түрік университетіне қазақ филологиясы мамандығы бойынша оқуға түстім. 2019 жылдан бастап Ақшұқыр ауылында орналасқан Ақшұқыр мектеп лицейінде қызмет атқарам. Ал 2020-22 жылдары Ақтау қаласындағы Шахмардан Есенов атындағы университетті қазақ тілі мен әдебиеті мамандығы бойынша магистратурасын бітірдім. Көп рахмет. Тағы да бір сұрақ. Қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі ретінде оқушылардың халық ауыз әдебиетіне қызығушылығын, таңдалым, айтылым дағдыларын дамыту үшін қандай әдебиеттерді оқуға кеңес бересіз дейді, Қызылордадан сұрақ қойып жатыр. Бұл мәселеге тағы тоқтала кетейік. Енді бұл оқушылардың деңгейіне байланысты, оқушылардың жас ерекшелігіне байланысты айтуға болады. Бізде ертегілер бар, неше түрлі ертегілер бар, бірақ төменгі сынып оқушыларына арналған ертегілер де бар, жоғарғы буынның санасымен қабылдайтындай ертегілер бар. Біріншіден, өзіміздің ауыз әдебиетімізге байланысты осы ертегілерді, жаңағы айтып кеткен санамақтарды, өлеңдерді беруіміз керек. Бірақ қазіргі біздің оқушылар кітап оқымайды деп айтамыз. Өйткені біздің өткен ғасырда шыққан кітаптарымыздың көбі тек қана қарапайым кітаптар. Қазір мен сізге сәл 1 минут күте тұрыңыздар. Бізде бүгін қонақта Марат Амандықұлы. Маңғыстау облысынан бүгін біздер оқушыларды ғылыми жобаға баулудың қадамдары туралы сөйлесіп келе жатырмыз. Құрметті көрермендер, біз 2 аптаның ішінде 1 рет осындай тікелей эфир өткізетін боламыз. Келесі 7 сәуірде келесі біздің тікелей эфиріміз болады. Ол тікелей эфирде Эстониядан біздің әріптестеріміз шығатын болады. Телеграм-каналымызға жазылыңыздар. Телеграм-каналда бұл тақырыптарды қойып, сіздер өздеріңізге ұнайтын тақырыпты таңдай аласыз. Марат Амандықұлы, қазір менің қолымда отырған кітап жыраулар поэзиясы. Ішінде қазіргі бұл бізде мазмұндама баспасы өте жақсы дизайнмен шығарған. Бұл кітаптың сыртын қараса, оқушы бірден алып алады, сыртындағы суретіне қарап. Ал ішіне келген уақытта жырлардың ұзақтығына қарап оқымай қалуы мүмкін. Қазір оқушылар көбіне суретпен көргісі келеді. Мысалы осындайда комикс жанрындағы кітаптар бар, түрлі қазақ тілінде шығып жатқан. Біз деген сыныптағы оқушыларды осы деген ертегілерді оқыта отырған уақытта оқып береміз, және осы ертегілер бойынша оны бейнелеп беріңіздер деп айтатын болсаңыздар, жайлап оқушылардың қызығушылығы қалыптаса бастайды. Яғни ауыз әдебиетінің шығармаларына олар деген әр жырдан, үзіндіден дәл осы кітаптағыдай бейнелеп беріп тұратын болса, оқиғаларды комикс жанры бойынша, онда қызығушылық арта бастайды. Рахмет. Келесі сұрақ, зерттеу дағдыларын дамытудың ең тиімді әдісі қандай деп санайсыз? Түсінбедім.
зерттеу дағдыларын дамытудың ең тиімді әдісі қандай деп санайсыз? Зерттеу дағдылары бойынша ең бірінші материалды жинақтай білуіміз керек біз деген тақырыпты таңдап алғаннан кейін сол бойынша біздің материалдық қорымыз іздеген уақытта базымыз табылатындай болу керек. Мысалы бір тақырыпты алатын болсаңыз, мен пәлен деген адамнан сұхбат алуыма болады, осы тақырып бойынша түген деген адамнан барып кеңес алуыма болады деген секілді, осы бойынша осындай дүниелер бар еді деген секілді мұғалімнің өзі жалпы сол тақырып бойынша кеңірек білімді болғаны дұрыс. Мына жерде сізбен жеке байланыс қалай шыға аламын деп жазып жатыр екен. Енді аккаунты көрсетіп тұр, дайректке жазсаңыз болады. Әрине, оқушылар ғылыми зерттеулерді әдетте қандай тақырыптар бойынша жүргізеді? Әдетте, больше, чаще всего. Жалпы әдетте көбіне гуманитарлық пәндерді таңдайды ғой, шын айтқан уақытта. Яғни біз деген көбіне гуманитарлық пәндерге қызығырақ болады, оқушыларға жеңіл болады, жаңаға деген жаратылыстану пәндеріне қараған уақытта. Және өздері қандай тақырыптарды оқып жатыр, мысалы Қазақстан тарихынан қазақ хандығы Хақназар хан туралы өтіп жатыр ма, сол туралы, сол ханның өмірін оқушы қызықтап кетті ме, сол тақырып бойынша алуы мүмкін. Болмаса алғашқы еңбек құралдары туралы кейбір оқушылар, кейбір ауылдық жерлерде мысалы бір таулар болады, үңгірлер болады, сол жерге барып жүрген оқушы болатын болса, сонда әртүрлі таңбалар болуы мүмкін. Бұл таңбалар қай кезеңнен қалды деп оқушы зерттеп бастаса, оған мұғалімдері демеу білдірсе, қолдау білдірсе, онда ол оқушыдан белгілі бір нәтиже шығады. Яғни оқушы күнделікті көзімен көрген дүниені зерттеуге құмар келеді. Рахмет, Марат Амандық. Мына жерде жазып жатқан бір екі комментарийді оқып жүрейін. Жарайсыз, мықты шәкіртсіз, көп болсын, еңбегіңіз жемісті болсын дейді. Тамаша ұстаз, елімізде әр ұстаз сіздей болса деп жазып жатыр да, мына жерде комментарийларда. Сол себепті енді біз бүгін тікелей эфирімді аяқтайтын боламыз. Оқушыларды ғылыми жобаға баулудың қадамдары тақырыбы бойынша өткен тікелей эфирімізді осымен аяқтаймыз. Әріптестеріміз өздеріне қажетті мәліметтерді алды деген ойдамын. Іс тәжірибемізбен және уақыт бөлгеніңіз үшін көп сізге рахмет. Бізде бүгін қонақта болған Марат Амандықұлы, Маңғыстау облысының Түпқараған ауданы Ақшұқыр ауылы, Ақшұқыр мектеп лицейінің қазақ тілі мен әдебиет пәнінің мұғалімі, ютубер Марат Амандықұлы Қанеев. Барлықтарыңыз Марат Амандықұлы Қанеевтің ютубтағы парақшасына жазылыңыздар, құрметті әріптестер. Рахмет. Жақсы күндерде жолыққанша. Сау болыңыз.